Құлагер Ілияс Жансүгіровтің поэмасы. Халықтың баяз әдебиетінің мол мұрасынан сусындап өскен Ілияс Жансүгіров қазақ әдебиетінде жарқын із қалдырған тума талант иесі. Бұл поэма ақынның ең соңғы шығармаларының бірі. Ақынның толысып, кемеліне келген шағында үлкен шабытпен жазған дүниесі. Ілиястың поэмасында ақын өмірінің трагедиялық беттері кеңінен ашылады. Сонымен қоса автор сол замандағы адамдар арасындағы көре алмаушылық сынды жағымсыз қасиеттің ел арасындағы әлеуметтік қоғамдық мәселесінің сырын бүкпесіз ашады. Құлагер поэмасының шоқтығы биік шығарма екенін дәлелдейтін тұсы атақты Сағынайдың асын өткізілуін аса шебер бейнелеп, қазақ халқының ескі дәстүрін дәріптеуі. Осы асқа жиналған дүйім жұрт ақын серінің құлагерін көріп, жүйрегі жануардың қай жағында деп таңданыс білдіріп, алғашқыда бітіміне көңілдері толмайды. Кейін құлагердің бабы мен сынын Күреңбай тап басып айтады. Халқына әсем әнін шырқап, олардың шексіз махаббатына бөленіп, ешбір арам ойсыз, алаңсыз жүрген ақан сері адам сенгісіз сұмдық жайтқа тап боларын қайдан білсін. Кекшіл Батыраштың жан досына айналған құлагеріне жасаған қастандығы ақан үшін орны толмас қайғыға айналды. Зұлымдыққа толған тар заманға сия алмай, ақын бас ауған жаққа кетіп қалады. Тағдырдың тауқыметіне төзбеген өнер иесі өмірдің мәнін жоғалтқандай күй кешеді. Осы бір поэма әлі күнге дейін шешімін таппаған әлеуметтік қоғамдық мәселелерді көтеріп, оқырманды сансыз сұрақтардың жетегіне қалдырады. Құлагер поэмасы қазақтың дарынды әншісі ақан сері өмірінің трагедиялық тұсын шынайы суреттеу арқылы сол кезеңдегі замана шындығын, рухани дағдарысқа ұшыраған адамдар бейнесін толық аша білген ауқымды туынды. Осындай шығарманың туындауына себепкер болған поэзия құлагері. Оң қолынан өнер тамған шебер ақын Ілияс Жансүгіровті халық еш қашанда ұмытпақ емес.